Әйгілі Алтын Орда тарихи трилогиясы арқылы күллі әлемді дүр сілкіндірген жазушы Ілияс Есенберлиннің кітаптың екінші, үшінші томын көре алмай өмірден өткенін білесіз бе? Өйткені аумалы төкпелі заманда қазақ халқының қалыптасуына қатысты дүниелерді жазып, жарыққа шығару оңай болған жоқ. Алтын Орданың екі томы дайындалып жатқан кезде Ілияс Есенберлин өзінің қаражатымен Мәскеуге ұшып барады. Халықаралық кітап көрмесіне қазақ баспалары оның бірде-бір кітабын қоспаған еді. Бұл сапардан жазушы сырқаттанып қайтады. Елге келген кезде тағы баспа комитеті оның кітаптарын тоқтатып тастағанын біледі. Ілияс Есенберлин 1983 жылы Алматыда қайтыс болады, ал Алтын Орда кітаптары 1983-84 жылдары тек түзетулермен ғана қайта басылып шығады. Қалай болғанда да Алтын Орда тарихы қанша бұрмаланса да, оның аумақтық және этникалық мұрагерінің кім екенін дәлелдеген жазушылардың бірі осы Ілияс Есенберлин. Ілияс Есенберлиннің тарихи туындылар жазудағы ерекше бір қабілеті оның шағын хикаялар арқылы оқырмандарын тартып отыратындығы. Мәселен, Еуразиядағы ең алып мемлекетті құрған Бату ханның қыран алдындағы әлсіздігі, яғни өзінің баласын қорғай алмаған сәті. Жазушы тағы Алтын Ордадағы ғажап сәулет өнерін Берке хан тұсындағы тұтқын арқылы береді. Онда Берке хан алға бір қадым жүрген кезде қабырғада атқа мінген ғажап сұлу қыз Құндызды көреді. Ал бір қадым артқа жүрген кезде ару жоқ болып, қабырғада тек сәулет өнері ғана қалады.